Сот процесінде Перизат Қайраттың анасы Ғайния Алашбаеваның күтпеген жерден қан қысымы көтеріліп, жедел жәрдем шақыртты. Қайырымдылыққа жиналған қаражатты жымқырды деп айыпталған ерікті мен оның анасына қатысты процесте үзіліс жасауға тура келген. Негізі бүгін мектеп оқушысы сөз сөйледі. Мұғалім су тасқынынан зардап шеккендерге қол ұшын созу мақсатында біз біргеміз Қазақстан 2030 қорына 3 миллионға жуық қаражат аударған. Аталған сома мектеп оқушылары мен ұстаздар ұйымдастырған қайырымдылық жәрмеңкесінің ақшасы болған. Енді соны қайтаруды талап етіп отырмын. Осы тұста Перизат Қайрат пен жәбірленуші сөзге келіп қалды. Дәлеліңіз жоқ болса неге арызданасыз деп айыпталушы ашумен қарсы сұрақ қойды. Дәл осы жағдайдан кейін Перизат Қайраттың анасы өзін жайсыз сезініп қан қысымы көтерілді. Әрі қарай сот үзіліс жариялап, дереу жедел жәрдем шақыртқан. Одан бөлек бүгін прокурор еріктінің білімі жайлы ақпаратты жариялады. Белгілі болғандай, белсенді Ақтаудағы нөмірі 10-шы мектепті бітіріп, 2006 жылы сол өңірдегі өнер колледжіне хор дирижерлігі бөліміне оқуға түскен. Алайда оны аяқтағаны туралы дипломы жоқ.